Енді остеопатия туралы айтатын болсақ, остеопатия деген сөздің мағынасы остео деген сүйек деген мағына береді, грек тілінен аударғанда. Остео сүйек, патия деген орысша болезнь дейді ғой, сырқау, ауру, сырқау дейміз ба, сондай мағына береді қазақ тіліне аударған кезде. Енді остеопатияны айтқан кезде, остеопатияның негізін салушы дәрігер Эндрю Тейлор Стил туралы айтпай кету мүмкін емес. Эндрю Тейлор Стил бұл кісі 1828 жылы дүниеге келген, 1917 жылы дүниеден өткен. 89 жыл өмір сүрген бұл кісі. 1917 жылы дүниеден өткен екен. Бұл кісінің әкесі де дәрігер болады, және де дін қызметкері болған екен. Әкесі. Енді жастайынан Стил дәрігер болуда